Ақылдың кені арнасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Асқазанды қалай емдеуге болады? Картоп шырыны асқазан ауырғанда жақсы нәтижелер береді. Бұл шырынды дайындау үшін таза әрі ескірмеген картоп керек. Қызыл сортының болғаны тіптен жақсы. Шырынды таңғы ас пен түскі астың алдында жарты стақаннан ішіп тұру керек. Шырғанақ майымен асқазан жарасын емдеу өте нәтижелі әрі кең таралған түрі. Шырғанақ майын тамақтан 1 сағат бұрын 3 апта бойы ішесіз. Айран мен өсімдік майының қоспасын жатар алдында ішіп тұру асқазан жарасының бетін қайтарады деп жазады. 1 стақан айранға 1 ас қасық май. Ақбас орам жапырақтың шырыны асқазанға өте пайдалы. Ауруыңыз асқынып кеткен болса, таңертең жарты ас қасық шикі жұмыртқаның ағын ішіп жүріңіз. Жара пайда болған жағдайда сұлы тұнбасы әжептәуір әсер етеді. Жалбыздың жапырағы мен мың жапырақтан, түймедақ гүлдерінен жасалған тұнбалар да оң әсер береді. Бұл ем-домдарды пайдаланбас бұрын дәрігерге қаралып, толық тексеруден өту керек. Асқазанда қандай ақаулардың бар екенін анықтамай, өз бетіңізше емделу денсаулығыңызды нашарлатып жіберуі мүмкін. Ақылдың кені арнасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.